Қайырлы күн баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Қыстың қамын жаз ойла демекші, бүгін үйіміздің жанындағы бақтан алмұрт жинап жатырмыз. Күн суытқанда дәмді тосап, қытырлақ қияр, түрлі салат, компот, шырын ішкенді әркімнің жаны сүйетіні белгілі. Алайда дәрумендерін сақтап, дұрыс және сәтті шығатындай жасау үлкен жұмыс болып табылады. Осы орайда жаз болса қыстың қамына кірісетін әйелдер қауымына Алла күш-қуат берсін. Бүгін сол жинаған алмұртымызбен апельсин дәмі бар алмұрт тосабын дайындаймыз. Видеоны толық тамашалап, жасалу жолын көріп алыңыздар. Осындай бақта өскен жеміс-жидекке не жетсін, алмұртымыздың дәмі де, иісі де керемет енді. Алдын ала бәрін дайындап қойдым, тосап дайындауға осы алмұрт, апельсин және құмшекер керек бізге. Алмұртымызды жақсылап жуып аламыз. Достар, менің қазақ тілді каналымды қолдап, маған тіркеліп, лүпіл басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Алдағы уақытта үй жағдайында өте тез дайындалатын рецепттер шығып отырады. Апельсинімізді бір ыдысқа салып, үстінен қайнаған ыстық суды құйып, 1 сағаттай қойып қоямыз. Апельсинімізді тазалау барысында осындай қатты жерлерін пышақпен кесіп алып тастаңыздар. Мінекей, апельсиндерімді тазалап болып қалдым. Енді алмұртымды кесетін боламын. Алмұртты 2 бөлікке, одан кейін тағы 1 бөлікке бөліп, 4 бөлікке бөліп дайындап аламын. Ет тартқыштан өткізуге ыңғайлы болу үшін. Алмұртымыздың дәндерінен және бұзылып кеткен жерлері болса кесіп алып тастаймыз. Алдын ала туралған дайын апельсинімізді ет тартқыштан өткіземіз. Бірінші апельсинді, артынан алмұртты өткізіп аламыз. Кейбір кісілер осы алмұртты ет тартқыштан өткізбей-ақ долькамен істейтін болады. Олай да жасауға болады. Ондай жағдайда апельсинді ғана ет тартқыштан міндетті түрде өткізіп аласыз. Алмұрттарды осылай долька қылып кесіп, қант қосып қайнатасыз. Маған осылай жасаған ыңғайлы болды, сондықтан барлығын ет тартқыштан өткізіп алдым. Кей жағдайда пюре немесе жем қылып жасайды. Ондай жағдайда апельсинді өткізеді ет тартқыштан, алмұртты осылай долькамен салып, қант салып қайнатады. Қайнатып болғаннан кейін блендермен езетін болады. Олай да жасауға болады. Тартылып дайын тұрған апельсин алмұрттарымызды кастрөлге салып отырамыз. Барлығын салдым, кастрөлге енді үстіне қант саламыз өлшеп. Мөлшерлері описанияда жазып қоятын боламын. Негізінде 1 килограмм алмұртқа 500 немесе 800 грамм көлемінде қант есебінде кетеді. Және 1 килограмм алмұртқа 1 апельсин есебінде кетеді. Пешіміздің астын қосып 1 сағаттай қайнатып аламыз. Пенкалары шығып атса алып тастаймыз. Және суытып бірақ банкеге құятын боламыз.
Достар, ескеретін бір жағдай, алмұртымызды сүйектерінен тазалап алғаннан кейін бірақ салмағын өлшейміз. Соған сәйкес қантын және апельсинді есептейтін боламыз. Мінекей біздің тосабымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады және түрі де әдемі болып көрінеді. Апельсиннің дәмі де, иісі де сезіледі. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Достар, видео ұнаса лүпіл басып, пікір қалдырып, маған тіркеліп кетіңіздер. Бұл мен үшін өте маңызды. Видеоны соңына дейін тамашалап, менімен бірге болғандарыңызға рахмет.